сиқыршы деп айтады енді, жазушылардың ішіндегі ең сиқыршы. Бір жағынан енді өзінің басқа романдарында да осы стильді қолданады да. Мелкиадестің өзі бір мифический бір, мифтік бір не болып кетеді соңында. Урсула негізі өте парасатты, былай. Менше бір уақытта кітаптың соңында ойладым, кітап Урсула туралы сияқты ғой дедім ғой. Неге топ дейсің ғой енді? Неге бұл классика? Неге бұл Нобель? Сол жерде бұл тарих содан басталды, өйткені қарсы ғой мамасы, өйткені туысқан ғой бұлар. Неге бұл ондықта жүреді әлемде? Түрінде білмейді ол қыздың. Бірақ жаңа анасы қинап жібереді, бар тұқым алып қалды. Енді бұл Аурелияна өзі еліне әбден шаршап шалдығып келіп, партизандық соғыс қой енді болды көп. Buenos dias, ¿cómo estás? Деп бастайық. Қайырлы таң, достар, сіздер Азаматсыз каналындасыздар. Біз Ұлан ағайымызбен кезекті кітап талқы подкастымызды түсіріп жатырмыз. Қош келдіңіздер. Ұлан ағай, қош келдіңіз. ¿Cómo estás дедің ба? Доброе утро. Қайырлы таң. Қайырлы таң деген екен испанша. Анау жазушыға құрметпен деп. Габриэль Маркес. Mi amo Азамат деп. Менің атым Азамат деп. Негізі дәстүрге айналдырсақ болады, әр елдің жазушысын сол елдің тілімен байланыстырып. Ұлан ағай, қош келдіңіз. Ұлан ағай, мен мына кітапты оқыдым. Сіз айтқандай. Мен бұрын соңды оны қатты бір естімеппін. Сіз айтқаны оқыдым. Өте ауқымды, өте тарихтың бұлай бір төңкеріліп жатқан, сосын адамдардың өте көп ауысып жатқан бір кітап екен. Кітап біткеннен кейін отырып, түнгі сағат 10-дарда бір оқып біттім да, отырып ойланып отырдым. Бұл неге әлемдік классика? Неге топ? Бұл неге әлемдік эксклюзивный классика? Габриэль Маркес не айтқысы келді бізге деген ой туды. Сосын сіз жіберген жаңа қосымша материалдардан мен бір нәрсе түсіндім. Осын енді бір оқырманға жеткізейікші. Бұл негізінде әуел баста осы егер Маркес туралы былай подкасттар тыңдайтын болсақ, уақыт жағынан шексіз да. Себебі көп адамдар өздері үшін көп нәрсені ашады. Бір сөзбен айтқан кезде бұл кісіні сиқыршы деп айтады енді, жазушылардың ішіндегі ең сиқыршы. Бір жағынан енді өзінің басқа романдарында да осы стильді қолданады да. Магический стильді, магиялық реализм дейді, магический реализм дейді. Ал жаңағы неге топ дейсің ғой енді? Неге бұл классика? Неге бұл Нобель? Неге бұл ондықта жүреді әлемде? Әлемде ондықта жүреді, және көп эксперттерде бұл тіптен әлемде бестікке кіріп кетеді. Мысалы, Братья Карамазовы сияқты шығармалармен қатар тұрады. Шекспирдің аттарымен қатар әртүрлі ғой енді, мысалға рейтингі агентстволар әртүрлі ғой. Әртүрлі. Біреулер көбінесе жаңағы фикшн, ерекшелікке қарайды, мықтылы неге. Ал біреулер жаңағы тарихи синтезге қарайды. Ал осыны кімнің ішінде? Маркестің 100 жылдық жалғыздығының ішінде бір әулеттің жағдайы арқылы, 100 жылда 7 ұрпақты алады ғой, бір әулеттің жағдайы арқылы сол Латын Америкасының басындағы қасіретті тарихты барлығын бір әңгімеге сыйдыру ғой, бір оқиғаға сыйдыру. Яғни былай қиын бір кроссвордты құрастырған кезде бұл бас аяғы жоқ бір өнер туындысын шығарғанда сонда. Әдемі құрастырып шығу. Оның бәрін біріктірген ғой тарихты. Ойлаңызшы енді мысалға бір бөлмеге сіз жаңағы бір балаңызға, 10 жасар балаңызға бір бөлме мына ненің ойыншықтар құрастыратын логомет? Лего. Легоның сіз мысалға 10 тонна несін жаңағы бөлшектерін әкеп тастадыңыз бір бөлмеге, және содан бір өнер туындысын жасап шық дедіңіз. Және ол өте ерінбей, сіздің ойыңызда жалпы адамзаттың, жалпы адам баласына осылай шыққан романдардың ішіндегі ешқайсысына ұқсамайтын өзінше бір лего жасап шықты. Өзінше бір мүлдем ұқсамайтын ерекше басқаша подходпен, және осының ішіне сыйдыру керек дегенде, мысалға сыйып кету керек. Оның ішіне әлеуметтік жағдаяты да сыйып кету керек,
адамзаттың азғындап бара жатқан жағдайларды сыйып кету керек. Оның ішіне жаңағы соның тарихи әртүрлі военный жаңа диктатуралардың бәрі сыйып кету керек. Психология сыйып кету керек. Адамзаттың құмарлығы сыйып кету керек. Адамзаттың тазалығы да сыйып кету керек. Урсуланың жаңа Ремедиусын бойында. Осының бәрі сыйып кету керек. Бірақ сол бір шығарманың ішінде сыйып кету керек. Ол былай жасау қиын ғой негізінде. Ал мысалға тарих жазып шыққан десек, тарих жазып шығасын мысалға да енді тарих 10 томдық энциклопедия жазып шық, жарайды Латын Америкасы туралы, немесе жаңа адамзат тарихы туралы 100 томдық бәрін жазып шық, енді жүйе оның бәрін істеуге болады. Бірақ сен былай қалай мысалға мынау MacBook басқа бір технологиядан айырмашылығы бір дизайнында, ерекшелігінде, басқасында болып, ерекше бір ортаға келді ғой. Сол тұрғыдан болып тұр да бұл. Жанрлардың синтезі, формалардың синтезі, сюжеттердің синтезі, оқиғалардың синтезі, және адамды былай жалықтырмайды, және жазушының еңбекқорлығы. Жазушының мүлдем басқаша бір подходпен келу еңбекқорлығы. Жазушылардың барлығы, әсіресе мына жазу, қаламгер, медиа саласындағылар, өнер саласындағылар сол жағынан рейтингті бұл кісіні жоғарылата береді да. Ал жалпы оқырман оқыса, бұның несі бар, мына жерде бір нудный дейді да, бұл адам маған өтпеді деп жатады кейбір оқырмандар мысалға. Өйткені бұл оқырман үшін миына салмақ түсіретін сондай бір дүние. Ал бірақ өнер адамдар үшін, мысалға медиа, театр, өнер, музыка саласындағылар үшін бұл топ алғашқы 3-тік, 5-тік, 10-дықтан шықпайды әлемде. Өйткені бұның еңбегін түсініп тұрды, еңбек істелу несі өзгеше, мүлдем өзгеше. Енді түсіндім мен. Сол тұрғыдан. Бұл жерде бір әріпті жіберіп алсаң ішінен, сен кроссвордтың несінен шатасасың. Бір сөйлемді байқамай жіберіп алсаң, мысалға басқа кітаптарды оқуға болады. Мен көптеген романдарды оқимыз, француздың атақ, мысалы Гюгоның романдары, басқа да классиктердің романдары оқисың. Кейбір суреттеген жерлерін жіберіп алсаң да ештеме қатты өзгеріп кетпейді. Мысалға да өзгеріп алады. Ал бұдан бірдеме бір сөйлемді жіберіп алсаң, бұл жердің бір сөйлеммен байланысып жатқан, бас 100 жылдық жалғыздықтың өзі бір сөйлем сияқты. Бір жерін жіберіп алсаң, бір мүлт кеттің, ары қарай бір оқиға айтылып кеткен сияқты. Яғни бір нәрсені қысу, барынша қысу. Ауаның тығыздығын мысалға мынау адам ойламаған дәрежеде қысымда қысу. Қысып бере алу, ол өте қиын нәрсе да негізі. Енді менің басымнан жаңағылардың бәрі өтіп жатыр жаңағы. Өте қиын. Оқиғалар ше, ана бүйтті, мынау Урсула не істеді, Ремедиус не істеді, Енді сол сюжеттік оқиғалар желісі бойынша бір жүріп өтейік. Мәссаған. Өйткені оқырмандарға да біз осыны жариялағанымызға да 1 айдан асты ғой. Өйткені біраз оқырман маған жазды. Бастадым, оқи алмадым, түсінбедім, не анау ішінде жаңа біртүрлі сценалар бар екен деген сияқты. Мен қазір сіз айтып отқандай ойлап отырмын. Шынымен жаңа адамдың бір таяз ойлануы әдемі суреттелген кейбір адамның қызғаныш, әшейін бір қызғаныш үшін қанша адам қырылып кетті, сосын жаңа ақша құмар, сондай нәрселер бәрі суреттелген екен ғой. Бір болмыс суреттелген. Және де жалпы оқырмандар туралы айтып қалдым. Оқи алмадым дегенде мынандай ғой. Жалпы біз оқу дегенде нені түсінеміз мысалы ше? Кітап оқу, роман оқу дегенде не түсінеміз? Бір релакс түсінеміз ба? Әлде біз миымызға бір шабуыл жасағанды түсінеміз ба? Мысалы да, осы екеуін де шешіп алуымыз керек. Егер шабуыл болды. Миды жұмыс етуге арналған болса, ми мысалға жаңағы ағын су бір жерге тұрып қалса, кішкене иісі шығады ғой, яғни тұрып қалса. Аққан кезде ол өзінің тазалығын ала алады. Ал егер миға жаңағы шұқшитып, жалпы оқу қиын болған дұрыс та негізінде. Біз бала тәрбиесімен айналысқан зерттеушілер айтады, оқудың жаңағы қиын болғаны, балаға пайдалы деп ше, қиын болғаны, мәтіннің кәдімгі ауыр болғаны. Егер жеңіл оқып жатса, оның жаңағы берері де басқа болады да, енді беретін де қалатын да деңгейі де аз болады да негізінде. Сондықтан адамға миға салмақ түсіретін дүниелер, олар адамға пайдалы. Сен нейрондарыңды жұмыс ету, оқудың мақсаты да сол емес пе негізінде, оқудың.
сол тұрғыдан алғанда әрине бұл миға салмақ түседі. Бір жерде Аурелиананы өткізіп алса, қаншасыншы Аурелиано мынау деп. Қай Аурелиано бұл? Сол Аурелианалардың тізімін де кейін соңында берейік. Негізінде 7 ұрпақ, байқадың ба? 7 ұрпақ егер санап отырсаң. Сіз маған жаңа сурет жібердіңіз ғой. Содан кейін мен қайтадан отырып ойландым. Мен мынау үйлендім, мынау Петре Көтас кім, жаңағы Санта София де Лепедат кім, анау мынаның бәрі бүйтіп шыққан екен ғой дедім ше. Сол суретті берейік соң. Әрбір әулет арқылы бір елдің шифры ғой негізінде. Латын американдық шифр, бірақ адамзаттық идеяларды қозғаумен алға шығып кетіп тұр. Ана соғыстар, ана бананның оқиғасы. Бұл жердегі адамзат қой мынау. Қатты таң қалдырған мен нәрсе бұл кісінің еңбекқорлығы. Енді айтады, бір 2 жылда жазып шықты дейді. Жоқ, 2 жыл емес, 18 айда деймін. Әрқайсысы әртүрлі айтады, бірақ тіптен әйел сұрады дейді. Жұмыстан да шыққан ғой сол кезінде ше. Әйел сұрады дейді, сол енді не тамақ ішіп жейміз дейді. Бұл кісі деді, сондай латын американдық мінезін айтты. Дермо жейміз деген ғой, былай айтқанда боғымды жейсің деген дейді. Енді оқырмандар кешірсін, солай жауап берген әйеліне. Бірақ енді көрдіңіз, жазушының жан жары да сондай жағдайды. Ең бастысы романың нашар шығып қалмасын депті. Сөйтті да, сондай төзімділікпен жазылған дүние ғой. Барлығына. Ең соңында тіптен үйіндегінің бәрі ең соңында миксерына дейін былай сатып, соңында жаңағы баспаға апарып беру үшін әбден қиналған кездер бар. Басында бір-екі баспалар да бұны былай қырын қараған, енді қалай болады екен деп. Қазір қараңыз, енді әлемдегі ақша жағынан да, экономикалық жағынан да, атақ жағынан да барлық абыройын кезінде көзі тірісінде осы роман бұл кісіні әлемдік деңгейдегі аңыз айналдырып жіберді ғой. Мысалға енді сондай бірақ қиындылықпен, төзімділікпен жазылған, сондай тәуекелге барған. Өмірінің ең басты романы деуге болады Маркестің өмірі. Бұның ең алдында жазды ғой, алдында жалпы бұл кісінің бір 2-3 романын оқыдым. Сол еңбекқорлығы байқалады, анау Любовь во время оба кезіндегі махаббат деген романында керемет ғажайып роман. Енді бұны бөлек талдасақ болады. Любовь во время чумы деген романы. Содан кейін енді бір кішкене ауырлау романы бар, Патриархтың күзі деген, Освен патриархы. Енді ол ауырлау әрине, ол кішкене любительге байланысты. Онда бастайық аға. Бастайық. Оқиға желісін. Оқиға желісін. Урсула мен жаңа Хосе Аркадио Буэньодан бастайық. Романның басталуы өзі негізі бұндай жұмыстар, енді үлкен стратегиялық жұмыс қой, өмірінің басты дүниесін жазайын деп отырсын. Сонда ең қиыны жазушылар үшін алғашқы сөйлем екен. Алғашқы сөйлем қалай болады? Тіптен мына жаңа әлем әдебиетінің тарихында көп алғашқы сөйлеміне жылдап ойланған жазушылар. Жалпы мына шығарманың жазылуының уақыты мен алғашқы сөйлемнің уақыты сәйкес келетін жағдаяттар да бар негізі. Өте қиын да, өйткені бұл алғашқы сөйлемде қалай басталды, мәселеге қалай кіріп кету, қалай кіргізіп алып кету. Басқан кезде жарнамалықта бір несі бар ғой, стратегиялық бар. Әкесі дейді, әкесі бірінші сөйлеме енді мынау бірден мәселеге кіріп кетті. Баяндау форматында ғой, бұл диалог форматында емес, баяндау форматында жазылады. Колумбиялық енді әйгілі жазушы Габриэль Маркестің 100 жылдық жалғыздық романы осылай басталады. Әкесі өзін мұзды көруге ерте барған сол бір алыс кешті полковник Аурелиано Буэндия кейін арада талай жыл өткен соң атыларының алдында қабырға қасында тұрып есіне алған. Макондо дегеніңіз онда жып-жылтыр аппақ қойтастар арасымен арқырап ағып жататын мөлдір сулы өзеннің жағасындағы балшық пен бамбуктан өрілген 20 шақты лашығы бар шағын ауыл еді дейді. Басылады да, шағын селен дейді. Селен деп айтады. Дүние жаңа ғана жаралған қалпындағыдай, мынау еді деп түртіп көрсетпесең, тіпті көптеген заттардың әлі атауы да жоқ кез. Жыл сайын наурыз туа, селеннің шетіне жалаңаш жалпы сыған тобыры келіп, шатырын тігетін де, кернейлерін сырнайлата жүріп, Макондо жұртын оқымыстылардың соңғы кезде ойлап тапқан жаңалықтармен таныстыратын деп
басталады, ана магнит айтады ғой бірінші, ең басында, иә, магнит алып келеді. Басталуында да байқадыңыз енді, мысалға Макондо дейді, адамзаттың әлі іштеменің аты жоқ дейді, яғни жаңағы сиқыр, магиялық реализм, бұл жерде жаңағы мифке өтіп кетеді, кейде қайтадан реализмге кіріп кетеді, қайтадан былайша айтқан кезде адаммен ойнайды, сөйтіп оқырманмен ойнайды, және ойнап отырып сендіреді. Ойлашы, ойнап отырып сендіру деген бұл нағыз шебердің жұмысы ғой. Роман солай басталады. Енді есімде қалған алғашқы бөлігінде есімде қалғандармен бөлісейік. Сол магнит сығандар ауылға келді дейді. Иә, бұлар Мелкиадес жаңағы сығандардың басында жүрген кісі, өзі Хосе Аркадионың досы болып кетеді ғой. Мелкиадестің өзі бір мифический бір, мифтік бір не болып кетеді соңында. Сол Мелкиадес негізі бұлардың әулетінің несін айтады ғой, кейін ең соңында бүкіл тағдырын жазып кетеді ғой. Мелкиадес жалпы өзі емші, өзі өнер тапқыш, өзі бір ғылыми ізденіспен жүреді. Аурелиано да сондай, бір қатты ізденіс. Аурелиано қатты кіріп кетеді. Хосе Аркадио бір уақыттар кіреді оған. Ана бөлмеге бәрі кіріп шығады. Шеберханасы бар. Шеберхана енді сол жерде ғылыммен айналысады ғой, былай айтқанда. Ең қызығы сол біраз уақытқа дейін шеберхана, тіпті жаңағы Мелкиадесте бәрі қайтыс болып кеткеннен кейін есікті құлыптап тастайды ғой Урсула. Сол ең қызығы бәленбай жылдан кейін ашса да ананың ішінде бір шаң жоқ дейді, күнде біреу тазалап тұрған сияқты деген сияқты. Енді бұл жерде сығандардың келуі сөйтіп солай басталады. Сығандар келгенде бірнеше рет келеді, ауылға жаңалықтарды алып келеді. Енді ол кезбей қалып қой, енді кезіп жүреді. Сонымен басталады, жаңағы Мелкиадеспен танысу. Енді романның басындағы қатты бізге бір таңғалдырған жағдай, енді әлі бірден мәселені бастап кеткені ұйқысыздық ауру. Басталады ғой? Ұйқысыздық ауру. Тойдан басталады. Жаңағы Хосе Аркадио мен кімнің Урсула Игуараның үйленуі. Сол жерде бұл тарих содан басталды ау, өйткені қарсы ғой мамасы, өйткені туысқан ғой бұлар. Немерелес жағынан туысқан болып келген. Және Урсула да қарсы болып жүрді. Урсула да қарсы. Урсуланың мамасы да қарсы. Той болып жатқан кезде анасы шақырып ескертеді ғой. Сендердің балаларының құйрығы торай құйрық болып туылады. Абай бол дейді. Содан кейін Урсула қанша бірнеше ай бұлар жақындаспайды ғой. Жақындаспайды, оны да суреттен. Суреттеулердің бәрінде бір не бар, әсірелеу, гротеск, сол ғой. Мысалы Урсула жаңағындай бір кәдімгі кеменің желкенінен бір нәрсе жасап алады ғой, беліне байлап алады да, оның несі бар, құлпы бар. Оны аша алмайды. Енді бұл Хосе Аркадио деген ірі жігіт. Ол жақтың бәрі қызылғанды. Күнде күрес дейді да, кешке қарай күнде күрес. Тіпті бұлар жұбай ретінде ана күреске қызыға бастады дейді да, жаңағы. Ананы енді аша алмайды ақыры. Жыныстық қатынас бұлай жөнінде қалды. Жыныстық қатынас жөнінде қалды, өйткені сол күреспен ләззат алып жүріп аша алмайды жаңағы. Енді кеменің желкенімен бір замок тағып тастаса қалай болады? Және ауылдағылар бұны естіп қойды дейді бұл әңгімені. Естіп қояды да, бұлар өсек шығады. Жаңағы өсек шығады, ол өсектен бұл мән бермей жүрді. Бір 5-6 айдан кейін жаңағы бұл әтеш соғыстырады екен. Қораз соғыстырады. Сонымен Пруденсио Агиляр деген бұның бір ауылдасы. Сол екеуі қоразын кәдімгідей дайындайды, екеуі соғыстырған кезде Пруденсио жеңіліп қалады. Қораз ма? Қораз жеңіліп қалады. Сол кезде бұл қайтып баратқан кезде Пруденсио тіл тигізеді оған. Айтады, анау Қоразың батыр екен, бәлкім Қоразың келіншегің жаңағы білмеймін қызығын көрер деген сияқты. Сол кезде намысына тиеді. Сосын бұл тұрады да, қаруыңды алып кел, мен сені өлтіремін дейді. Сол үйіне барады. Содан кейін бұл найзасын алып келеді, Пруденсио бір қаруын алып келеді. Сосын жүгіріп барып лақтырған кезде Пруденсионың тамағына қадалып қалады. Пруденсио Агиляр сол жерде өледі. Содан кейін бұл үйіне келіп айтады ғой Урсулаға. Мына ауылда енді мен үшін ешкім өлмесін дейді да. Одан кейін енді бала пайда болады. Енді Урсула да көнеді ғой. Бірақ әр баласы туылған сайын Урсула құйрығын қарайды ғой жаңағы. Қорқып баланы айналдырып қарайды ғой. Урсула негізі өте парасатты, былай. Менше бір уақытта кітаптың соңында ойладым, кітап Урсула туралы сияқты ғой дедім ғой, өйткені енді ешкім қалмады. Урсула енді риза. Енді рет-ретімен келейік, қызықтың бәрін алдын ала айтты. Дұрыс, сол Мелкиадес жаңағы оқиғадан бастады. Енді мен тоқталайын дегенім сол ұйқысыздық ауруы. Ұйқысыздық ауруы пайда болады. Ұйқысыздық ауруы, ол жер менің қатты есімде қалды, себебі жалпы ұйқысыздық ауру деген ол мысалға сұмдық дерт қой, адамзат мысалы ұйықтай алмайтын болса,
ұйқы деген нығмет екенін сол кезде сезеді да. Басында олар қуанып қалды дейді. Ой, мынау уақыт деген мол болатын болды ғой. Бұл көп жұмыс істелетін болды ғой. Көп жаңағы ойын күлкіде көп уақыт бәр жағынан бір кешке бәріміз қыдырамыз дейді. Иә, қыдыратын болдық қой. Ұйқысыздық деген бір рахат болды ғой деп басында ойланып, бірақ бірең сараң енді бір күн өтеді, екі күн өтеді, ұйқысы келмейді, және шаршамайды. Ұйқысы келмейді, және бұл дерттің бір ерекшелігі, және шаршамайды ұйқысы келмейді. Сосын бірнеше күн ұйықтамағанын сезеді. Бірінші осы шаңырақтан басталады ғой. Иә, осы жақтан басталса, Ребекка алып келеді оны. Жаңа алыс туысқаны. Иә, туысы ма Құдай біледі, оны ешкім білмейді. Ана хатпен келеді ғой. Жаңа ата-анасының сүйегі бар мешөгінде, Ребекканың. Сол сүйекті қойып қояды. Біздің, значит, бұл басқа бір жерде болған жұқпалы ауру. Иә, Ребекка мен жаңағы Виситасион деген бір атын ұмытып қалдым, бір жігіт келеді, үшеуі келеді ғой. И вот біздің ауылда осындай бәле бар деп кейін айтады олар. Сол мында да келді дейді. Содан қашып келіп отыр. Жігіт қашып кетеді бірден, бірақ Виситасион қалады. Өйткені Ребекка бір күні солай түнде ұйықтамай бүйтіп отырғанын көріп қалады, иә. Сөйтеді, қашып кетеді. Көзі жасыл болып жанып отыр дейді. Аналар білмейді ғой кезде. Хосе Аркадий қуанады ғой, мен ғылымды түні бойы ғылыммен айналысатын болдым деп. Иә. Үндіс Катауре дейді. Міне Катауре. Осы жігіт қашып кеткен кейін. Макондодан таң атпай тайып тұрды. Иә. Қарындасы қалып қойды. Маңдайға жазғанды көрерміз дейтін көнбісті жан қара жердің қай бұрышына барып тығылса да, бәрібір осы жан жегіш сырқаттан қанша қашқанмен құтыла алмаспын деп ойлаған. Қарындасы жаңа Виситасион. Виситасион. Болды, мен шатастым. Ребекка ол емес. Алайда Виситасионның неге мұнша абыржығанына ешкім түсінген жоқ. Қалып қойған, ол сезді ғой, мына ауру қайтадан бізбен еріп келген. Иә, кішкентай қызды алып келді. Қыз Ребекка, мына Виситасион үлкен. Ұйықтамаймыз дейсің бе? Оның несі бар? Тіпті жақсы, деді Хосе Аркадий. Енді мерейленіп. Өмірден көбірек қармап қалатын боламыз. Үндіс әйел қаупінің мәнісін түсіндірген. Бұл дерттің бір қорқынышы ұйқысыздықта емес, одан адам тәні шаршып шалдықпайтын көрінеді. Ең қатерлісі, ұйқысыздыққа ұшыраған жан қайтқенде де ұмытшақтыққа ұрынады екен. Ұйқысыздыққа ұшыраған, ұмытшақтыққа ұрынады. Әйел сөзінің астарына қарағанда, ұйқысынан айырылған адам өзінің осы халіне көндіккен кезде, оның санасынан алдымен балалық шақтың естеліктері кетеді. Содан кейін бар заттардың атаулары кетеді. Олардан кейін неге қажет екен, ол аттардың не үшін функциясы да кетеді. Бәрі ғайып болса керек. Ең соңыра адам танудан да қалатын көрінеді. Ал келе-келе тіпті өзінің кім екенін де білмейтін. Өткеннен бейхабар нақұрыс жанға айналады екен. Біздегі мәңгүрт дейді, Әбіш Кекілбаевтың мынау күйші әңгімесіндегі мәңгүрт идеясы сияқты екен да. Нақұрыс жанға айналады екен дейді. Соңында жаңа ұйқысыздық адамды тіптен бір роботқа айналдырады ғой. Ұйқысыздық роботқа айналдырады. Шегі түйілгенше күлген Хосе Аркадий бұны енді не болмай тұр ғой, бұл ырым ба, не айтып тұрсын деп сенбей тұр ғой. Мұның бір ырымшыл үндістердің ойдан шығарған көп қитұрқыларының бірі деп пайымдағанда қойған. Әйтсе де секемшіл Урсула Ребекканы басқа балалардан бөлек ұстағанды жөн көрген дейді. Бұл шынымен ғылымда да сол ғой. Ұйқысы дұрыс емес адам есте сақтау қабілеті азая береді. Бұлар бірнеше күн ұйықтамағаннан кейін бұлар шынымен тіпті оның ең алғашқы көрінісі анау болады ғой. Аурелиано әкесіне анау нені балған алып берші деп айтатын кезде есіне түспей қалады ғой. Анау деп қалады, сосын әкесі қарайды да, мынаған не болды? Балға ғой дейді да, береді да. Балға ма бір нәрсе айтады. Содан кейін деп мән бере бастайды. Сосын Хосе Аркадий заттарға атын жазып жабыстыра бастайды. Бәрі ұмытып кетпей тұрып ше. Тіпті анау сиырға жабыстырып қояды екен. Бұл сиыр бұны күніне 2 рет сауу керек деп ше. Жаздырып қояды. Иә. Қалай Бұл жерде үлкен бір не бар да, бір намек бар. Қазіргі жағдайларға да, қазіргі бүкіл нәрседе бұл жерде параллель бар сондай. Қазіргі дүниеде де мысалға біз бүкіл нәрседе телефонға телмірдік, барлығына миға салмақ салмаймыз, напоминание қоямыз, басқа қоямыз. Соның бір элементтерін бұл кісі солай білдіріп отыр да. Түсініңіз ба? Мысалға телефон жоқ кезде, ауылда жүрген кезде біз мысалы біреулермен кездесулерді жоспарлағанда, бір жаққа мысалға бір жылдан кейін жаңағы бір жерге баруға, бір әулеттің шарасына баруға не алғанда, ешкім бұлай неге қоймайды ғой мысалға, ескертуге, басқаға. Бүкіл нәрсені қазір біз артып қойғанбыз ғой.
туысқандардың барлығын туған күнін чат білетін едік. GPT-ға артып қойғанбыз. Ана жаққа барғанда мысалға сұхбат беретін болсам, сол жерден чат GPT-ден қарай саламын. Былай айтқан кезде мидың функциясын жаңағыдай жазып қойып отырмыз да, сиырға жазғандай мидың функцияларын қазірдің өзінде жазып қойып отырмыз. Бұның жаңа ұлылығы сол ғой, бұл шығарманың ше көп нәрселерге солай бір не береді. Жақ біз талдауды бірақ екінші бөлімге қалдырамыз деп қазір жақсы. Ол сонда сол кезде ойлайды, ана зерде бір память машинасын жасап шығарайын ба деп. Зерде машинасын ойлап табу керек қой мынандай кезде деп. Сонда бір жаңалыққа жаны құмар да кімнің, анау өнер тапқыш анау ше. Сосын сеніміне риза бол. Мана Мелкиадес нені алып келген, магнит тап келіңіз. Біз мынаумен жерден алтын табамыз ғой дейді. Мелкиадес айтады, бұл алтын таппайды дейді. Бұл тек темірлер тартады дейді. Сонда ана үйіндегі екі ешкісін сүйреп алып келіп, беріп ауыстырып алады. Бұл жерде маған ұнаған ана еркектердің сөзі ше, кім айтады? Мелкиадес айтады, бұл алтын таппайды дейді. Мынау неңе өкінесің ғой дегенде айтады, мен саған ешкіні беріп тұрмын ба, сен маған магнитті бер дейді, ар жағын өзім шешемін дейді. Нақты. Сөйтіп қайта неткеннен кейін жаңа Урсула ренжігеннен кейін түк таппадық. Ең көп тапқаны жаңа сауыт болады ғой, бір шіріп кеткен әскердің сауыты. Соны табады да, сосын Урсула ұрысқаннан кейін барып айтады ғой, әйелім ұрысып жатыр деген кезде ешкілеріңді ала бер дейді да. Бұл да тамаша. Мәрттік бұл бір еркектік па бір. Мәрттік. Жаңағы сөзбен де мысалы намысқа тиіп жаңағы Агилярды өлтіріп тастағанда, ол сөз ғой, сөз сүйектен өтеді дейді қазақ. Кімге де жаңағы Құнанбай ғана Қодар кімді бір жиында айтып қалады ғой, шашты, ұзын шашты албастан тиіп ал деп, Қодардың жағдайында. Сол сияқты соған ұқсайды ғой, сөзбен несін өтіп кетті. Енді солай келе жатқан кезде тағы бір оқиға қосылады. Ол жаңағы селенге әкім сайланбақ болады дейді. Кішкене болса да енді былай цивилизация келе жатыр ғой. Ана Макон. Негізі сол Макондо былай ойдан құрастырылған енді жазушының жағдайында сол қала ғой. Бірақ сол арасында бір Хосе Аркадо жоғалып кетіп, сол кезде Макондоның өзі бір әлемнен бір жырақ тұр ғой, жалпы. Хосе Аркадо бойында жаңағы кім елестей береді бұған. Пруденсия Агилер өліп қалғаннан кейін сол ауылында елестей береді. Түнде келеді, күндізі келеді, қасында жүреді, ұйықтап жатса төсектің жанында тұрады. Хосе Аркадо жаңағы бұл Аурелияның баласы ғой. Алғашқы бірінші баласы емес пе? Аурелияның біріншісі. Аурелияның біріншісі. Жалпы екі баласы бар ғой жаңағы неден кейін, полковниктен кейін, содан кейін Пруденсио Урсуланың екі баласы. Елестей берген үшін бұлар бір 20 шақты отбасы болып кетеді ғой. Сөйтіп бұл теңіз табам дейді Хосе Аркадо. Біз мұхиттың жағасында өмір сүреміз дейді, іздейді, бәленбай ай жүреді, ол уақытта Урсула босанады жолда. Соны бір күн айтады ғой Урсула, болды, тоқтай ғой осы жерде дейді. Әйтпесе мынау халқыңа қарасайшы, қатты шаршап кетті, бәрі аурушаң дейді. Сол жерде Макондо да тоқтайды. Сол жерде өзеннің жағасында сала бастайды қаланы. Хосе Аркадо жалпы сол ненің ауылдың көсемі ғой, көсемі ғой, бәрі тыңдайды. Бәрі тыңдайды, сол жерден салып, көшелерді де бекітеді. Макондодан да күшті салғызады. Бүкіл үйге өзенге жол болу керек дейді, бүкіл үйге күн бірдей түсу керек дейді. Өзі прораб, бәрі. Проектін сызады, әдемі қылады ғой, бәрі тең. Сөйтіп жүргенде сол жаңағы аты есімде жоқ, біреу әкім болып келді деп барады ғой үйіне сосын. Барғанда да қызық, сен келген екенсің, бірақ енді мен құрметтеймін, бала-шағаң бар екен дейді. Бала-шағаң үшін құрметтеймін дейді, бірақ іште мені сен өзгертпей ақ қой. Амон есен жүре бер. Маскоты отбасы. Маскоты ғой, фамилиясы Маскоты. Корихидор болып келеді ғой, сіңгімсің дейді ғой. Соны айтады, үйдің бәрін көкке бояңдар дейді. Сосын айтады, көкке бояңдар дейді. Ол ана бір жақтан сайланып келіп отыр ғой, мемлекет сайлап отыр ғой, әкіммін дейді. Әкімгер жоқ бізге дейді. Біздің барлығы бізде тең. Бізде бәрі тіпті бірде бір адам бізде өлмеген деп. Сонда жаңағы селенге дейді, бұл қалаға қағаздың билігі жүрмейді дейді. Дәл жерінде деп жайбырақат тіл қатты. Келіп тұр ғой Маскотеге, Дон Маскоте дейді. Аполлинар ма еді? Аполлинар Маскоте. Өзің таныстыр деген кезде жаңағы Дон Аполлинар Маскоте үстелдің суырмасынан бір қағаз алып ұсынды. Осы аталған қалаға Корехидор әкім міндетін атқаруға жіберілді деген бір сөз кепіл қағазды Хосе Аркадо бойында самарқау көз тастады да, сосын бұл қалаға қағаздың билігі жүрмейді дейді. Ендігәрі есіңізде болсын, бізге атқару үшін ешкімнің керегі жоқ. Себебі
ақтарылып жатқан ештеңе жоқ. Мына енді осы жерде бір айтып кетейікші, мынаны осындай бір шедеврді бізге сыйлаған Кеңес Юсупов деген үлкен жазушы кісі, өмірінің енді ең басты аудармасы деуге болады. Қазақшаға Кеңес Юсупов десе 100 жылдық жалғыздық еске түседі, 100 жылдық жалғыздық десе Кеңес Юсупов еске түседі. Қазақ тіліндегі, иә. Сондықтан бұрын арнайы астын сызып айтып кетсек, мүмкін подкаст соңында да өмір баянын беріп. Себебі бұндай шедевр, ол кісі соған өмірін арнамағанда бұл болмайтын еді да, бұл қазақшада болмайтын еді. Қазіргі енді аударма зерттеушілер айтады, жалпы әлемде аударма деген мысалға былай айтады, соавтор деңгейінде ғой. Соавтор деңгейінде оны мынандай дүниені былай шығару, қазақы тілмен сондай мысалға бізге жат менталитеттегі жаңа оқиғаларды солай бере білу қазақша. Қандай не керек, қандай еңбекқорлық керек, бұны аудармақ түгіл тіптен оқудың өзі ауырып отқан кезде, оқиғаларды мида дайын дүниені оқудың өзі ауырып отқан кезде, оны қазақшаға төгілтіп беру енді ол кісінің үлкен еңбегі деуге болады. Енді аударма да шедевр негізінде қазақ тілінде. Бұл аударма туралы тіптен бөлек біз кейін тоқталсақ болады. Сол жағдайда енді есіңізде болсын, бұл қалаға қағаздың билігі жүрмейді дегеннен кейін, содан кейін даусын көтермей, сол сабырлы қалпын сақтаған күйінде Дон Маскотеге өздерінің бұл мекенді қалай салғандарын, қайтып жер бөліп, жол тартқандарын бастан аяқ әңгімелеп берді. Сонда ғой бұлар ешбір үкіметтің мазасын алмай, бәрін өз қолдарымен істеген, үкіметтің де бұларда шаруасы болмаған. Біз бір жуас халықпыз, тіпті әлі мұнда ақ өліммен өлген жан жоқ, деді Хосе Аркадий Буэнде. Өзіңіз көрдіңіз, тіпті мұнда күні бүгінге шейін зират жоқ. Әлбетте оның үкіметке титтейді өкпесі жоқ, қайта емін-еркін өсіп көркеулеріне кедергі жасамағанына разы. Әйтеуір бізге кедергінді келтірме дейді, біз өсіп өніп жатырмыз дейді, қазір кедергінді келтірме дейді. Мысалы қазірде түп мысалға заңдар шығады, елдің арасы дүрліге сондай ғой мысалға. Сол жерде бір жерде көп деген нәрселерге параллель бар да. Олар Макондоны тұрғызғанда көлденең келген көк атты не істеу керектігін үйретіп кетсін деп салмаған дейді. Біз осы қаланы салған кезде, иә, бізге біреулер келіп үйретіп берсін деп салған жоқпыз дейді да. Сол кезде біздің жаңағы көшпенділік рух бар еді ғой, еркін дала, еркін өмір, еркін мәдениет, өркениеттің шыңы да, мысалға табиғатпен біте қайнасып өмір сүру. Жалпы адамның әу бастағы қазіргі мысалға жұрттар байығысы келеді, басқасы келеді, тәуелсіз болғысы келеді, бәрі болғысы келеді. Бірақ енді соны әуел баста біз солай едік қой негізінде. Мысалға да жаңағы бір анекдот бар еді, жаңағы балық аулап отырып, сонда сен не істейсің, көбірек ауласайды, ақша беремін, сонда не істейсің, сұрап келіп ең соңында. Сонда енді еркін бизнесің жүріп жатса, отырып бір балық аулайсың, енді мен не істеп отырмын деген сияқты. Сондай бір параллель бар да, бұл жерде айтып отыр. Біз еркін өмір сүріп жатырмыз. Бізге жаңағыдай жалған бюрократия қажет емес. Бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Халық тіптен зират та жоқ дейді. Сол енді бір керемет кезі еді ол Макондоның сол кездегі, мәрт анау. Осы Аркадионың маған бізге корректор керек жоқ, алайда енді отбасыңмен кепсің, отбасыңның құрметіне қалсаң болады, бірақ қарулы адам болмасын біздің қалада дейді, сөйтіп қаруларын нетеді ғой. Енді сол кездерде енді бұны жаңағы Аурелия балдары жоғалып кете үлкейіп, енді соғысқа араласа бастайды, иә? Үлкен ұлы Хосе Аркадио немен цыгандармен кетіп қалады. Цыгандармен теңізге кетіп қалады, жоғалып кетеді былай айтқанда. Аурелиано кішкентай ғой, ана ағасының әңгімесін тыңдап өскен еді. Осы жерде бір нәрсе, бірақ ол жерде ол жақсы кім, жаңа Хосе Аркадио жаңа Пилар Тернері деген, Пилар Тернерін онша жақтырмадым, бірақ тарихтың дүниеттенді. Пилар Тернеде де бір 120-ға келеді ау деймін ол да, иә? Жасы. Пилар Тернері енді не істеді, енді ол кісі енді біраз ұрпақ жалғастырды. Өзінің қызметі, миссиясы жаңағыдай ұрпақ алып қалу болды деймін, күшті адамдардан. Хосе Аркадионың да баласы бар, Аурелианодан да баласы бар. Тіпті кейін Құдай сақтап өзінің баласынан баласы оқып қала жаздады.
мен сол кездегі қазіргі тілмен айтсақ, қазір мысалға жаңағы нәпсіқұмарлық нәрселерде, басқа нәрселерде көп нәрсе арнайы айналысатын нелер бар ғой, енді порталдар, басқалар, желілер деген сияқты. Сол кезде бір жаңағы Макондодағы сол болып тұр ғой, енді платинада бір жағынан жаңағы ауыздандыру дейміз ба, басқа да дейміз ба. Енді көп жағынан бір жаманшылықтың бір ұшқындарын сол Тернадода шоғырландырған жазушы. Кейін жаңағы соғысқа басталуы бұл Аурелианоның кезеңі. Полковник Аурелиано бір жаңағы парасатты, бір дұрыс азамат болып өседі. Ортада енді Пилар Тернермен бір оқиғасы бар. Одан кейін бұл Маскотаның кішкентай қызына ғашық болады. Маскотаның кішкентай қызы Ремедиус ғашық болады. Сол кезде мынау да күшті екен, барып ана әулет болып барып алдынан өтеді да. Сол кезде кім Аполлинар білмейді ғой. Екі әулет кездесіп тұрсын, қыздарын шақырады. 6 қызы бар. 6 қызы бар. Сонымен 6 қыз келеді. Ең кенжесі. Бәрі бой жеткен, жаңағы дайын үйленуге, күйеуге шығуға дайын қыздар. Сол кезде бұлар емес дейді ғой Аурелиано. Сосын әкесі кімде? Жаңағы Хосе Аркадио таңғалып қалады. Қалай бұлар емес дейді. Менің айтып тұрғаным Ремедиус дейді. Ремедиус 11 жасар қыз. 11 жасар қыз, ол кукла ойнап отыр. Соны Маскот айтады, Ремедиус шақырыңдаршы дейді. Ремедиус келеді, ол түсінбейді да не болып жатқанын, ойыншығымен ойнап жүр. Сосын Маскот айтады, айнала дейді, менің 6, былай айтқанда пісіп тұрған қызым бар. Кез келгенін берем саған. Ремедиус деген кішкентай қыз ғой. Осы жерде мен ананды байқадым. Еркектер еркекше сөйлесті да, жаңағы кімнің әйелі? Маскотаның әйелі. Урсуланы шақырып жатады. 1 минутқа бола ма сізде деп ше. Екеуі шығып кетеді да, сол кезде жағдай түсіндіреді. Бұл қыз әлі кішкентай, бұл бала көтеретін жасқа келмеді деп әдемі түсіндіреді. Содан кейін енді ана екі әйел шешеді. Күшті сол жерде ымдасып, күйеулеріне айтады, біз келістік, түсіністік дейді. Сосын уақыт бер дейді ғой, жаңағы енді бала көтеретін шаққа келген балиғат дейміз ба, не дейміз. Бұл жерде сол екі Ремедиус бар ма? Ал кейін ана періште сияқты ұшып кетеді. Ол басқа Ремедиус. Ол Ремедиус прекрасный, ол кімнің қызы? Хосе Аркадионың қызы. Хосе Аркадио второйдың қызы ол. Ол уже кімнің? Урсуланың немересінің қызы ма? Шөбересі ол сонда. Шөбересі болып кетті. Соңында шөпшектері Урсуламен ойнап кетеді, шөпшек көп. Иә. Енді ортада бір үлкен бір жағдай, ол Хосе Аркадионың қайтыс болуы еді ғой. Иә. Бұл қайсы Хосе Аркадионы айтып отырмыз? Екінші ма? Бұл қазір қайтыс болған кезде бүкіл Макондоны сары гүлдер. Ол үлкен Хосе Аркадио бойында қайтыс болғанда сары гүл жауып кетеді. Сары гүл жауып, сонда таң қызық иә бұл. Сол жерден аса ұқпадым. Тіптен жаңағы табыт алып жүру үшін қаланы былай күрекпен тазартып сап-сары гүл түні бойы жауады ғой. Сол түні Хосе Аркадио бойында қайтыс болады. Сосын оның табытына апарып жерлейді. Сол кезде Урсулаға қалады қаланы басқару. Қаланы басқару, әулетті басқару Урсулаға қалады. Иә, дұрыс, солай келеді. Енді бір тоқталатын нәрселеріміз кітапта соғыс тақырыбы өте көп. Барлық сол жаңағы Аурелиано әулеті соғысқа әйтеуір қатысады. Әлі банан оқиғасына келген жоқпыз, өйткені банан оқиғасы сәл кітаптың ортан белінен өткен кезде. Соны соғысқанда жаңағы либералдар, консерваторлар, былайша айтқанда жаңашылдар мен дәстүршілдер, немесе жаңағы діншілдер мен жаңашылдар болып соғысады ғой. Сонда мынау Аурелиано әулеті бұлар жаңашылдар жағында, иә? Иә. Ал жалпы билік консерваторлар жағында ма? Билік консерватор жағында. Маскоты жақсы адам. Оның артық бір әрекеті жоқ. Бірақ биліктен келген әмірлерге қарсы ғой. Аурелиано жаңағы Ремедиус қайтыс болып кетеді. Бұл жерде де Амаранто мен Ребекканың арасындағы оқиға. Амаранто дұға етеді. Мынау бір қайғы қасірет жіберші, жаңағы жаратушы. Кіммен тойы ұзай берсін, кіммен кім үйленбесін, Ребекка мен Петр Креспи үйленбесін дейді ғой. Сол кезде Ремедиус қайтыс болып кетеді ғой. Екіқабат, ішінде егіз баласы бар.
сол кезде қайтыс болып кетеді. Сол кезде Амаранта. Сол кімге, Ребеккаға дайындаған бір уын сол ішіп қояды ма, сондай болады. Дайындап отырады, соның өзінің, әйтеуір сол жерде бір не бар, өзінің кінәлі сезінеді Амаранта. Менің дұғам анаған нетіп кетті. Сол күй тұрмысқа шықпай кетеді ғой Амаранта. Иә, Амаранта сол күй тұрмысқа шықпайды. Өзіне серт береді. Иә, содан кейін кім? Пьетро Креспи Амарантаға ғашық болып сөз салған кезде бұл бұны итеріп жібереді, бірақ сол үшін Пьетро Креспи өзін өлтіріп тастайды. Өзіне қол жұмсайды. Жаңағы соғыстың тақырыбы Аурелиано Ребекка өліп қалғаннан кейін, Ремедиос қайтыс болғаннан кейін, жаңа Маскотаның үйінде жүреді, сонымен сайлау болады. Сайлау болған. Сол кезде бұл Маскотаның жаңағы жерде дауысты араластырып жергенін көреді да. Бұл енді ішінен бір не шығады мемлекетке, басшылыққа реніш пайда болады ғой. Сөйтіп анау либералдарға тап болады ғой әңгімелесіп. Сол жерде бір соғысқа байланысты араларында енді Хосе Аркадий әбден соғыстан қажып кетеді ма, бір келеді ғой үйіне, бір аралап келеді. Арасында Амарантаға ой бар, бірақ Амаранта оны мүлден тиіп тастайды, ол ешқандай. Сол кезде бір қасындағы досы бір полковникпен, генералмен бір диалог болады. Жалпы не үшін соғысып жүрміз деп. Сол не үшін соғысып жүргенді білу де бір бақыт екен ғой дейді да. Мен дейді өз басым қазір ойлана келіп, не үшін соғысып жүргенде жаңағы өзімнің өр көкіректігім үшін соғысып жүр екенмін деген. Соны айтады, ол ауыр. Тіпті Урсула келіп баласы әскермен келіп, Макон пәленбай мың әскермен келді ғой Аурелиано. Макондың шетінде тұр. Макондың ішіндегі жаңағы мемлекеттік әскерлер дайындалып жатыр соғысқа. Соны Урсула жүгіріп барып айтады ғой Аурелианоға ше. Тоқтат, мынауың не үшін дейді ғой. Не үшін біз қала қазір күшті деді. Аурелиано деді, сен білмейсің ғой, мен пәленбай жыл осы қаланы еркін қылу үшін, басып алу үшін дайындалдым дейді. Урсула айтады, біз онсыз да еркінбіз ғой дейді. Біз қазір өте күшті өмір сүреміз. Сол Аурелиано бір диктатор болып шығады, диктатор ғой. Диктатор болып шығады. Урсуланың өзі әлгінде бар. Полковник Аурелиано, одан Урсула қорқады, кейін бірақ соңында ол да қаншер болып шығады. Енді сол тоқтай алмай қалады. Бұл жерде ше, мынада көп жалпы сол елдің тарихына қарасақ, кілең диктаторлар басқарған ғой, латын американдықтарда военный диктатура көп болған, отарлық езгі көп болған. Соның барлығына не ғой, көп жағдайда тарихи негіздері бар. Жалпы тарих бір не ғой, цикл ғой, цикл. Диктатурадан көз ашпаған ел сонда бұл жерде айтып кетеді да, негізінде не үшін соғып жүр дейді. Корольді жерлеуге келдім. Корольді жерлеуге келдім дейді. Король деп отқан сол Хосе Аркадийдің алғаш өлген кезде сол корольді жерлеуге келдім деп жатыр екен Катаури. Жаңағы Макондо жаңағы қалың гүл көрпенің астында жатты дейді да, Макондодан кейін. Жаңағы соғыс туралы бұл жерде жаңағы идеологиялық тұрғыдан да жаңашылдықтар, діншілдіктер дедік қой. Сонда бір арасында осында Аурелиано Хосемен сонда бір не болады да, ол жаңағы Амарантаға ойы болады ғой. Біз жалпы соғыстың өзінің бір арсыздық екенін айтып кетеді. Соны туған әпкесіне үйленуге бола ма екен деп жаңа сұрайды біреуден. Кім? Аурелиано Хосе. Сонда әпкең не дейді? Жаңағы солдаттардың біреуі да. Сонда біз поптарға қарсы неге соғысып жүрміз дейсің? Қаласа әркім туған шешесіне де үйлене алатындай болу үшін дейді. Саған. Мен осы жері ауыр дейді. Енді ойлап қарасаң ше, азамат қазіргі жағдайда мәз емес қой әлемде. Жаңағы бір жыныстылар мәселесі көтеріліп жатыр, басқа да мәселелер көтеріліп жатыр. Адамдарға жаңағы тіптен біздің жаңағы мультфильмдерімізге дейін жаңағы кейінгі кезде тіптен үлкен Netflix сияқты, Marvel сияқты, үлкен компаниялардың өзінде соңғы 20 жылдық дүниелерін қарап отырсаң, не бар? Кейіпкерлерінде бір сондай не бар да, екі жыныстылық, бір жыныстылық, түсінбейсің, қыз ба, ұл ма, ер азамат па, жаңағы дене бітімінде.
дауысы мысалы ер адамдікі болып, денесі қыз баланікі болып, сондай бір азғындықтың ұрығын себетін нәрселерді жайлап кішкентай балалардан идея. Әсіресе соңғы бір 20 жылда басталды да бұл. Ал енді мысалға бұл өткен ғасырдың 1960 жылдар шыққан дүние. Бұның келе жатқанда, бір жағынан мына Маркес сияқты адамдар болашақты болжай алады ғой, көре алады, тарихтың қайда кетіп бара жатқанын байқай алады. Тарихтың доңғалаған адамзаттың жаңағы бұндай азғындық адамзат баласында да болды ғой тарихта, қаншама нелер жоқ болып кетті. Біз жаңағы неден де кітап иелерінен де білеміз ғой, қаншама Лут қауымы жоқ болып кетті дейді, басқа жоқ болып кетті дейді. Сондай дүниелерді де бұл кітапта беру арқылы адамды ойландырады да. Жаңа туған әпкесіне үйлену деген не? Біз не үшін күресіп жүрміз? Бұл өркениетті не үшін жасайын деп жатырмыз? Біздің шапқылап жүрген жаңағы жетістігіміздің мақсаты не? Адам туған шешесіне де үйлене болатындай еркіндік аңсап жүрміз ғой біз дейді. Сол арқылы беріп мына жерде. Қазіргі біздің өркениетке де аямай бүйтіп қанжарын жазушы, қанжарын аямай сығып отыр, көрдіңіз ба? Демократия. Ойлан болған демократияның түбі қайда барады? Яғни демократия дегенде де бұл қандай ұғымдағы демократия, қандай пайымдағы демократия. Қалағанымды істеймін деген әңгіме. Қалағанымды істеймін деген. Біз қандай еркіндікті аңсап жүрміз? Біз туған шешесіне де үйленетінде енді айтудың өзі ауыр. Оқырмандар кешірсін, бірақ кітапта жазушы сондай цитатаны бекерден бекер беріп тұрған жоқ. Бұл жерде әрбір сөйлемнің біз орны бар да, әрбір сөйлемнің өзінің функциясы бар, стратегиясы бар. Және былайша айтқан кезде 100 жылға дейін жауап бере алатын бір мәні бар, шешімі бар әрбір сөйлемнің. Сол тұрғыдан мықты. Енді оқиғасына одан кейін не бола бастайды? Енді жаңа Хосе Аркадия қайтыс болады, одан кейін жаңағы ұлдары үлкен диктаторлық бір ұлы, бәрі емес енді бір ұлы. Сосын сол жаңағы диктатор ұлынан бір 17 ұл келеді ғой, ол көп елдер жаулап барған яған кезде, соғысқан кезде, сол жақта бір дәстүр бар дейді, жаңағы үлкен танымал тұлғаның ерекше адам. Өзінің анасы жібереді екен ғой қыздарын. Содан тұқым алып қалу деген. Тұқым алып қалу деген, Аурелияны түрлерін де білмейді ғой, өйткені олар түнде келіп, түнде кетіп қалатын еді дейді да, түрін де білмейді ол қыздың. Бірақ жаңа анасы қинап жібереді, бар тұқым алып қалды. Енді бұл Аурелияны өзі еліне әбден шаршап шалдығып келіп, әбден жаңағы партизандық соғыс қой енді болды көп. Содан әбден бұл жеңіске ұшырап, 32 рет соғысты ашты дей ме, 32 рет жеңілді дей ме, сондай бір сөздер бар ішінде. Сөйтіп өзінің шеберханасына балық аулау ойын отырып, ішінде бір қызық сөздер бар. Мен осынша өмірдің мәнін, бақытын түсіну үшін дейді да, 30-40 жыл соғысып келуім керек екен ғой. Мен қазіргі бір сәтті жаңағы балық аулап отырған жастық шағын жаңағы балық аулау дегенде алтын балық жасайды. Алтын балық жасайды. Балықтып жасайды, әкесімен үйренді ғой. Үйренді ғой. Соны сатады. Және соның ақшасына қайтадан не алады, қайтадан жасайды. Былай айтқан кезде бір цикличность болды. Бұл айтады, былай кәсіпкерлік көзбен қарасаң істеп отқан түк емес, өйткені әйтеуір уақыт өткізу. Уақыт өткізу. Тура сол ақшаға барып алтын сатып алады да, балықтады да, соны сатады. Тура сол ақша сол алтынға жетеді, балықтады да сатады. Айналып отыр. Қызық та бұл жерде де мына цикл деген бар ғой. Осы мысалы оқиғаның өзі адамзаттың жаңағы бағана біз айттық қой, жаңағы көшпенділер мысалға өмірі дедік. Ал біз қала саламыз, басқа қыламыз, өркениет, Марсты бағындырамыз, бүкіл әлемді не аламыз дедік, мысалға 6G, 7G дедік та, бірақ қайтадан айналып, ана өмірді мақсат қылып қойдық та, мысалға баяғы 5 ғасыр бұрынғы. Жаңағы мынау да сондай да, бұл цикличность. Ойланып қарасам дейді да, Аурелияны ойланып отырып қарасам, менің өмірімнің бүкіл мәні сол әкемнің қасында, сол жаңағы шеберханада отырған алтын балық жасаған сәттеріміз екен. Бүкіл өмірімнің мәні сол екен. Сонда мен осыны түсіну үшін 30-40 жыл айналып келу қажет болды ма дейді да. Бұл осындай цикличность барлық оқиғаға да осы формуланы сала берсең болады дейді да, мысалға Маркес айтады. Бүкіл оқиғаға сала берсең болады. Яғни мән тұрғысынан. Сосын анау аттарын әкесінің атын бере беру, ол бір сол жердің бір ерекшелігі ме, әлде бұл да бір тарихи бір мәні бар нәрсе ме екен? Сол негізінде оларда жоқ. Бірақ жазушының өзі қойып отқаны, біз қателіктерді қайталай береміз деген ғой.
бұл сондай бір месседж. Қателіктерді қайталай береміз. Кейін Мысалға бір ұрпақ өтеді, бәрі тарихта өзінің қателігін қайталай береді. Жаңа Латын Америкасындағы озбырлық та өзі бір қалыпты нәрсе сияқты, әскери диктатура қалыпты сияқты қайталана береді. Мысалы тоқтау керек қой енді бір ғасырдан кейін немесе, бірақ тоқтамайды. Басқа бір формада қайталана береді. Бұл жерде бізге де көп сабақ алатын нәрселер бар да. 17 Аурелиано келеді, 17 баласы. 17 Аурелиано келеді, оларға жаңағы сол ауылдың священнигі не салып береді, 17-сіне де бір белгі салып береді. Басына крест сал, негізі бүкіл халыққа крест салады ғой, жаңағы бір сондай бір не шығар, оқиға. Крещение дейді ғой. Соның бәрін маңдайына жазып береді. Мына 17 Аурелиано көшпей қойды. Ана негізі күйемен жазылған. Өшпей қойды. Бірақ мына 17-ні көшпейді. Әдейілеп жазды деп ойлады, өшпейтін қылды дейді. Бірақ негізі олай істемеген ол. Кейін соңында мемлекет бұлардың бәріне жаңағы сол белгі арқылы өлтіреді ғой бәрін. Сол белгі арқылы атып өлтіреді. Ақша төлейді, өлтіреді сол белгі. Сол кездегі нелер қызық, азамат, үйінде қонақ күткендер, Мәссаған, Урсула деген не деген қонақ күтеді? Солай болсын дейді ғой, және солай болу керек дейді. Себебі ырыс болады дейді, қонақпен бірге ырыс керек. Кез келген адам Макондода келсін, ішіп, жесін, жатсын. Сол кезде как раз темір жол келіп, сол жат жұрттықтар келіп жатқан. Ішсін, жесін, жатсын, құлап жатсын, тамақ. Бір жағын тамақты істеп жатсақ дейді, түскі таңғы ас беріп жатсақ, екінші ішіп болған дегенше түскі астың уақыты болады дейді. Солай бір сапырылысқан дүние. Бірақ сол үйдің ішіндегілердің бәріне ұнайды сол, мүлдем Урсула ақша алмайды. Ақша алуға тіптен болмайды, бір сондай бір мәрттік, бір басқаша бір сол жерде қонақ күтулерін енді түсінбейсің енді, бір уақыттар анау Ремедиостың 17 подружкасы тұрады ол үйде. Олар үйдің бітішін шығарып кетеді. Бұл енді басқа Ремедиос қой, бұл жаңағы періште Ремедиос жаңағы. Періште Ремедиос. Сол бір жаңағы бір медреседе оқып келе ма, сол кезде бүкіл тобы келеді ғой, сынып болып. Олардың жаңағы дәретханаға кезекке тұру, жуынуға кезекке бүкіл нәрсесі бір не. Олар не үшін тұрып кеткен Құдай біледі. Кейін ана Аурелиано қуып жібереді оларды. Оларға сосын сол бір бөлме бәріне не алады ғой, Горшок. Дәрет сындырады, горшок аты. Сол бір бөлмеге сол кейін Мелкидастың бөлмесіне үйіліп қалады, кейін. Мелкидастың бөлмесіне үйіліп қалады. Не деген бұл бір мырзалық дейсің, мәрттік дейсің, енді қызық. Жаңағы Хосе Аркадио екінші мен Аурелиано екіншінің оқиғасы бар. Сосын жаңағы мемлекеттік билікке не дейді, жаңағы уланып қалған дей ма, Хосе Аркадио мемлекет басқарам деп дандайсып кетеді, бәріне күш көрсетіп. Сол соғыс бәрін құртты деген сөйлем бар да ішінде. Соғыс бәрін құртып кетті. Жалпы соғыс адамның жадында, өмірінде, мәнінде бәрін құртады екен. Тіпті жамандықты да бүкіл нәрсені құртады екен, цикличностьті да құртады екен. Соғыс бүкіл нәрсені ойран асырын шығарады екен, ойлануға мүмкіндік бермей, ойран, сондай да бір идея айтады. Сосын кітапта айтады, жаңағы Урсуланың сөзінен ба, Аурелианалар мынандай, Аркадиялар мынандай дейді ғой, Аурелианалар бір өзінше жат бауыр, тұйық, бірақ алғыр дейді Аурелианалар. Ал Аркадиялар қалай дейді, Аркадияларды бір қызуқанды, бірақ іскер. Қызуқанды, іскер. Бірақ Аркадиялардың барлығының, өмірлерінің барлығы соңы бір сондай қайғымен, трагедиямен аяқталады дейді. Бұл Урсула айтады, бұл қағынғандардың бәрі осы туғаннан, бұл әулеттің қағын бәрі қағынып туады сөйтіп деп Урсула. Сосын Урсуланың анау сөзі бар ғой, жаңағы Хосе Аркадио Буэндо тірі кезде ше, Аурелиано соғысқа кетті. Айтады ғой, балаларымыз тек біздің қатемізді қайталап жатыр деп. Біз сондай тағдырды нетіппіз деп ше. Соның бәрін бірақ негізі Урсула сезіп жүреді, Урсула сезіп жүреді. Урсула біледі ғой, Урсула қарсы болады. Тіпті мына Ребекка негізі туысқан емес қой. Ребекка сырттан келді, ешкім білген де жоқ қандай туысқан екен. Сонда бауырына басады бұл. Сол бауырына басады да, енді Хосе Аркадио келіп, мен Ребекканы үйленем деген кезде қарсы шығады ғой, бұл сенің бауырың деп. Негізінде бауыр емес. Бауыр емес. Урсула дейді да,
мына жерде Урсулаға тоқталайықшы, өйткені кітаптың шын айтпағана сен жақсы байқапсың. Урсула үшін жазылғандай. Иә. Урсула 100-ге жетіп, шел басып, көзі көрмей қалса да әлі тың. Баяғындай жігерлі іскер, бір мінез, әлі іскер дейді, бір мінез. Және үлкен парасат иесі еді дейді. Урсуланың нәрестені тек өзінің ғана ізгілікті жан етіп өсіре алатынына көз жеткен. Енді бір тағы Аурелиянаның тағы бір несі келеді ғой. Жаңағы кімнен ба, бұл тағы бір бала әкеп тастайды ғой, балалар әкеп тастап жатыр әйтеуір, ауылдан түсінбесін әйтеуір. Амаранта бәрін бағып жүр. Бәрі бағып жүр. Урсуласы дейді, өзі ғана өсіре алатынына көз жеткен, өз шаңырақтарының шайқалған абырой атағын қалпына келтіретін, өз ойынша әулеттерінің түбіне жетіп келе жатқан 4 бәлені. Осы Урсуланың пайымында бұл осы әулетке бір тән бір 4 бәле бар дейді. Біреу қораз таластыру, бәрінде бар ғой, бүкілінде қайталайды. Бәрі қораз таластыратын жерге бір барады әйтеуір. Сосын жаңағы бір үй бар ғой, сол үйге де бір барады. Катаринаның үйі ғой. Оған да бір барады. Сол екі нәрсе дейді. Шынымен тарих, осы 4 нәрсені айтады кім? Урсула. Жаңағы нәпс құмарлық, қораз ставка сияқты нәрсе, қораз таластыру, ставка сияқты нәрсе. Содан кейін соғыс, сосын жаңағы есер соқтық дейді. Жалпы сондай қызуқандылық. Осы 3-4 нәрсе дейді. Сөйтеді. Енді сөйтіп ана баланы бағып алам дейді. Бұл болмады. Егер Тәңірі жар болып біраз мен тірі тұрсам, бұл бала әлі папа болады дейді да. Сөйтіп солай оны не алады ғой, сөйтіп оны бір неге оқуға жібере ма? Жаңағы бұл кітаптың соңғы жағында осы Хосе Аркадий емес пе келетін? Осы Хосе Аркадийға білдіреді. Папа Римскийге негізі оқуға жібереді. Сөйтсе бұл оқымаған ол жақта. Қаңғырып бұл қайтып келетті жаңағы Урсула, Амаранта Урсулаға. Ана кімнің, бұл Амаранта Урсула кімнің қызы еді? Шөбірі шөпшек болып кетті. Шөпшек болып кетті. Амаранта Урсулада негізі Венецияда оқып келген қыз. Со жақтан жаңағы Гастонмен үйленіп келеді. Гастон екеуі келіп, мынау Макондоның бір тоқырап бітіп атқан кезінде бұлар күшті қайтадан қылпыртам дейді ғой. Анау құстар сатып алып келеді көп қылып. Сөйтіп тазартады, әдемі қылады. Ақшасы көп Гастонның. Гастон кәсіпкер. Бірақ анау Амаранта Урсуладан қанша жыл? Жоқ, енді бұл сен айтып отқаның бұл енді соңына келген, соңғы жағы. Оға дейін бір жаңағы ағылшындар келеді ғой. Мистер Герберт, ағылшындар келеді. Жоқ, бананның алдында жаңағы бір 8 ай ішінде Макондоны тіптен танымастай өзгертіп жіберді дейді. Бәрі орналаса бастайды, сонда ана жерге орналасып жатыр екен олар, банан плантациясы. Ана бір саяхатшы келеді, сосын әңгімелесіп отырып айтады бір нәрсеге, не айтады? Ой, мынау да болмайды, анау да болмайды, бәрібір ішті. Сосын банан жеп қалады. Дейді, сонымен банан зерттейді бұл. Содан кейін темір жол келеді. Анау қаланың екінші шеті басталады, ол жақта жаңа ағылшындар келіп көшіп қонады. Күшті. Мистер Джон дейді ғой деймін, анау басындағы кісіні. Мистер Джордж бет, мистер Джордж бар, мистер Герберт деген бар. Енді бұлар енді нелер келе бастады, көрдіңіз, американдықтар, ағылшындар келе бастады. Бұл енді кәдімгідей Латын Америкасына бір пәлекет болып келген нәрсе ғой бұл. Бананның қырғыны деген, бананды қырғыны ол кәдімгі тарихта қалған. Анау кейін ана Хосе Аркадий айтады ғой, 3000-дай адамды, 3000-нан аса адам пулеметпен жайпап салды, түк болмағандай ертесіне бәрі. Тіпті ауылдағылар да білмей қалды. Несінен де өшіріп тастады дейді. Анау маған қатты ұнаған мына жердегі анау енді есімде қатты қалып қойды. Площадьта жиналды, алаңдағы жиналдық дейді 3000 адам. 3084 демасында дейді. Бұл айтады ғой. Өз талаптарын айта бастаған кезде ана кісі кіршада тұрып жаңағы әмір береді, сонымен пулеметпен ата бастайды. Анау бүйтіп анау айдаһардың құйрығымен ұрғандай бүйтіп толқын былай қарай қашқан адамдардан дейді. Мына жаққа барсам мына жақтан да атып жатыр пулеметпен. Сонымен ортада бір-біріне жаңағы теңіздің толқынындай адамдар соғылғанын көрдік дейді ғой. Сонда сол жерде 2 адам тірі қалады. Жаңағы Хосе Аркадий, сосын жаңағы кішкентай бала тірі қалады. Оны бір вагонға тиеп, олардың бәрін теңізге батырып жібере ма? Теңізге барып төгіп тастайды ғой. Сол жері енді былай айтқан кезде сол жері өте бір переломный момент, Енді шынымен былай қарасаңыз енді
әдемі өсіп келе жатқан бір қаланы быт шытын шығарып. Бірінші 5 минут береді екен, иә? 5 минут, 5 минут өтті дейді. Да? 5 минут береді, 5 минутта тараңдар дейді ғой. Былай айтқан кезде кішкене бейбітшілік, мирный митинг қой айтқанда. Жаңағы жұмысшылардың талаптарын қойыңдар деп. Сонда жаңағы 5 минут өтті дейді. Енді 1 минуттан кейін оқ ата бастаймыз деп хабарлайды. Сондағы жағдайды суреттейді да мына жерде Маркес. Бойын суық тер жауып кеткен екінші Хосе Аркадио баланы мойнынан түсіріп шешесінің қолына ұстатты дейді. Бойында бір бала тұр. Бұл жексұрында сірә атудан да қаймықпас деп күңкілдеді әйел дейді. Екінші Хосе Аркадио жауап қатып үлгерген жоқ. Сол сәтте әйел аузынан шыққан сөздерді жаңғыртып, айнытпай қайталап саңқ ете түскен полковник Гавиланның қарлығыңқы дауыс естілді. Мынау қатерлі сәт пен құлаққа ұрған тынадай тыныштық елірткен әрі ажал арбап арқандап тастаған мына қалың көпті орнынан қозғай алатындай күштің жоқтығына шүбәсіз сезген екінші Хосе Аркадио енді халық ол анандай көңіл күймен сондай қызуқандылықпен талаппен халық ол кетейін деп тұрған жоқ. Бұны ешқандай күш қозғай алмайын деп тұр. Оны сезіп тұр ғой Хосе Аркадио. Хосе Аркадио аяғының ұшына тұрып, ілгері ентелеп, өмірінде тұңғыш рет дауысын көтеріп, алдында тұрған адамдардың басынан асыр айғай салды. Малғұндар, сол минуттарыңа қақалып өліңдер дейді. Енді 1 минут қалды дейді ғой. 1 минуттан кейін ата бастайды. Қақалып өліңдер дейді. Оның айғайы басылып болған сәтте іле-шала болған оқиға көрген түстей бұлдырап кетті де, екінші Хосе Аркадио тіпті мына сұмдықтан шошып үлгерген жоқ дейді. Сұмдық ата бастайды ғой. Сөйтіп атып ән жерде былайша айтқан кезде түгін қалдырмай. Бұл енді болған оқиға негізі, банан оқиғасы. Бұл болған оқиға. 3084 деп санын айтады, 3048 деймін осындай бір сан. Осы Санта София Педант деген кім? Деле Пьедат. Санта София Деле Пьедат баяғы кімнің Хосе Аркадио үлкен ең бірінші Хосе Аркадио бар ғой, кімнің жаңағы ана Хосе Аркадио мен жаңағы Ребека Тернер. Пилар Тернер. Пилар Тернераның баласы бұл. Сосын Пилар әкеп тастайды өзі айтады. Соған София жаңа кімнің Санта енді бұл мынау өседі ғой жаңа Хосе Аркадио. Бұл Пилар Тернер ғашық болып қалады өзінің анасына. Білмейді ғой бірақ анасы екен. Ғашық болып қалады да сонда мектептен директор болып жаңа Пилар Тернер баласын әкеп жүргенде бұл сырттай ғашық болады да. Бір күні Пилар Тернернен жаңа күшпен нетпек болады ғой бұл. Сол кезде Пилар Тернер айтады. Мектепте дейді, қазір балалар көріп қояды, мен түнде келем деп. Сөйтіп айлатады. Сон түнде Пилар Тернер жаңағы 50 песо төлеп, жаңағы таза кәдімгі жақсы қыз дейді, күшті қыз, әулеті де жақсы, сонымен көндіреді ғой 50 песосын төлеп, бүкіл жиған терген 50% береді екен да. Сен түнде Хосе Аркадио бар. Сөйтіп Хосе Аркадиоға келіп, олар үйленеді. Бұл негізі әдемі отбасы болады. Кейін Хосе Аркадионы атып тастайды ғой, жаңағы кайзенға ұшырайды. Сол Хосе Аркадионы атып тастағанда Санта София Деле Пьедат сол үйдің бір несі болып қалады ғой, жаңағы бүкіл қызметін атқарады, тазалығына қарайды, бәрін істейтін ханым болып қалады ғой. Соңына дейін жүреді. Урсула қайтыс болғанда бола ма бұл? Тіпті Урсула қайтыс болғанда болады, кейін Урсула қайтыс болғаннан кейін де үйдің жағдайын жасап жүрді, бірақ бір уақытта бір түс көремін нәрсе сосын бүкіл заттарын жинап кетіп қалды. Одан кейін ешкім көрген жоқ дейді. Кемпір кезінде, қатты қартайған кезінде. Онда сол әулеттен тірі қалған сол болып тұр ғой, бірақ ол әулет емес қой бірақ. Иә, бұлар ол әулет емес, бірақ одан тарады балалар. Бірақ оны қайда кеткенде ешкім білмейді. Сөйтсе бүкіл жинаған жаңағы заты да сол бір неден аспады дейді ғой, бір кішкентай чемоданнан аспады, сөйтіп кетіп қалды дейді. Ол бір тазалықтың символы болды, ол Санта София Деле Пьедат. Сосын екінші Аурелиан жаңағы осы оқиғалардың арасында жаңағы немен үйленеді. Ол сол келін сол жаңағы Аурелианның шаңырағына, жаңағы жалпы Урсуланың шаңырағына сол келін бір жаңалық алып келеді ғой. Фернандо, иә, Фернандо. Сол жаңалық алып келеді, кәдімгі бір өзі бір аристократ жақтан келеді. Королева болып келеді, сол жаңағы екінші Аурелиан соған үйленеді ғой. Екінші Аурелиан. Соған үйленіп, сонда жаңағы және тағы бір көңілдесі бар, енді барып келіп жүреді. Педро Котес қой. Иә, Педро Котес. Сонымен жаңа екінші Аурелиан үйленеді. Бірақ сол Фернандо сол үйге бір өзгеріс енгізгісі келеді. Үйдің ішінің бәрін жаңағы дизайн өзгертіп, басқа сол
Урсула бірақ көзі көрмей қалған ол кезде. Бірақ көзі көрмей қалғанын айтпайды, зердесі бәрін сезіп тұрады дейді. Тіптен жаңағы Фернандо бірдемесін жоғалтып алса, ол ана бөлмеде жатыр ғой деп айтылады. Тауып береді ана. Өйткені ол қимылы несін түйсігі. Анау адамдардың аяғының қадамдарын есептеп біліп отырады ғой қай жаққа барғанын ше. Және сол кездерде бір 3 қап алтын біреулер қойып кеткен, соны Урсула тықтырған, бірақ сол күйі ешкімге айтпайды ол. Өздері келіп алады деп. Тіптен екінші Аурелияна қанша жаңа Урсула енді алжып қалды ма, сол кездерде бір несін алып алайын, бір айтып қалатын шығар деп ары сұрайды, бері сұрайды, сонда айтпайды. Таза Урсуланың тектілігін мүлдем айтпайды. Сөйтіп енді осы соңғы жағына келе жатырмыз. Сол кезде жаңағы Фернандоның қызы ғой, жаңа сен айтқан Амаранта Урсула. Амаранта Урсула, иә. Амаранта Урсула деп қояды атын. Ұлы әжесі. Негізі Урсуланы бұлардың бәрі ұлы әже деп атайды. Ұлы әжеміздің құрметіне дейді. Ұлы әже десе ұлы әже. Сонда енді шөпшектері бұл Урсуламен ойнай. Урсула бір кішкене, бір Урсула кішкентай бір туған нәресте де бір, Урсула да бір деп. Өте кішкентай болып қалады денесі. Енді әбден қартайғанда өзі адам бала сияқты болып қалады, нәресте сияқты. Әбден қаусап сөйтіп қалған. Тіптен жаңағы шөпшектері бұны бір ойыншық сияқты ойнап әр жерге домалатып сөйтеді. Тастап кетеді, бір күні шкафқа қамап кетеді, бір күні басына бір нәрсе қойып кетеді, енді ойнайды ғой. Ана екінші Аурелияна деген бір тамақ жеуден жарысады ма? Біреумен пілдей деген біреумен. Оның өзі суреттеу. Бұл жерде сондай гротесктер көп та, суреттеп жаңағы қанша бір тауық жеді дейді, бірдеме жеді дейді, бірдеме одан 50 жұмыртқа дейді, ода 50 жұмыртқадан кейін анау да жеген, сондай бір несі бітпейді. Енді сол арада банан компаниясы жаңағыдай қырып кетеді, Урсула біртіндеп шөге бастайды. Енді Хосе Аркадио сол жаңағы екінші Аурелияның баласы ғой, ең соңғы Хосе Аркадио, Ең соңғы Хосе Аркадио мен сол Урсула Амаранта ғой, аты да бірдей ғой. Ана атасы мен ең үлкен жаңағы Хосе Аркадио Буэндио мен Урсула. Бір Хосе Аркадио бір жаңағы пергаменттерді зерттеп, соңында бір жақсы болып отыр еді негізінде. Түсінеді ғой бұл, түсіне бір кезде оқи бастайды да. Ана Мелкиадестің бүкіл жазуларын түсіне бастайды ғой. Анау бір кітаптар алдырады кітапханадан, өзінің тегін зерттейді сосын. Иә, бүкіл тапқаны мен жаңағы латын тілін зерттейді, кітаптар алдырады. Бір жаңа Гастон мен Амаранта Урсула келген кезде сол ортада бұл бір ғашық болып қалады осы Амаранта. Жоқ, енді осы жерде Амаранта Урсула мен жаңағы кімнің, Хосе Аркадионың бұл қандас па бұлар негізі? Иә, қандас қой. Өйткені Хосе Аркадионда бұлар ол не жағынан, жиен жағынан қандас. Амаранта тәтесі ғой. Тәтесі болғанда ол өзінің ағаларынан туған жоқ қой Амаранта? Иә. Жоқ, кімнен, жаңағы Мемеден туды ғой. Хосе Аркадио. Меме ол жаңағы Меме деген қызын Фернандо оқытып, сөйтіп бір ерекше ұстап, бөлек шетелге жіберіп сөйтіп жүреді ғой Фернандо. Иә, бірақ ана содан туған еркектер линиясынан бірақ туысқан. Тетясы екен кейін біледі ғой, тетясы екен. Жоқ, Меменің ұлы ғой негізінде Хосе Аркадио бір жерде. Фернандо, Меменің ұлы. Бірақ айтайын дегенім жаңағы бірақ бәрібір жиен жағынан болсын, басқа жағынан соның қаны болып тұр ғой, сол әулеттің емес болып тұр. Бірақ екеуі сол бір-бірін сендіреді, біз туыс емеспіз деп солай сендіреді. Кейін бұлар деген бәрін ұмытып, үй қирап кетсе де бұлар жаңағы сол немен ғана, жаңағы ләззатпен ғана күн өткізіп жүреді. Жаңағы неше түрлі жаңағы нені жиһазды да сындырады, ыдыс-аяқты да сындырады, ештеңемен білмей үй қирай бастады. Соңында бір бөлмесі ғана қалды дейді ғой аман. Құмырсқалар тіптен осылардың бөлмесіне келді. Құмырсқалар осы бөлмеге де келді. Содан кейін бұлар Гастонға хат жазып жүреді. Гастон ол кеме деп. Содан кейін жаңа оқиға болды, соңындағы оқиға босанады ғой. Иә. Бұл енді сонымен роман бітеді, ең соңғы оқиғасымен. Жоқ болып кетті, Хосе Аркадионы да өлтіреді. Жоқ. Анау Хосе Аркадио Амаранта Урсула босанып жатып қайтыс болып кетеді. Босанып болғаннан кейін қан тоқтамай қайтыс. Жоқ, оның алдында ағасы да өледі, алдында келген қыз. Бәрі өліп қалады. Иә, оның бәрі өліп қалады. 3 қап алтынды балалар алып кетеді ғой. Ол сол алтынмен таласып өліп қалып, бір-бірін өлтіріп өліп қалады. Ең соңындағы әулеттен жалғыз қалғаны осы Хосе Аркадио мен Амаранта Урсула екеуі ғана бар.
Амарантусуга босанады да, босангандан кийин кан токтомой калат. Сол күйү кайтып кетет. Мынау Хосе Аркадио барып жаңа Мелкиадестин соңгы сөздөрүн түшүнөт. Әулеттің осымен тоқтайтынын түшүнөт. Сөйтіп бөлмеге жүгіріп барса, анау баланы да құмырсқалар алып кеткен ғой. Ең соңғы жағдай, сол құмырсқалар, ең соңғы әулеттің соңғы адамын құмырсқалар жеп өлтіреді деп айтылған ғой пергаментте. Сол күйі алып кетеді құмырсқалар, жаңағы торай құйрық бала туылғаннан кейін. Және содан кейін бірден соның ананы оқиға, пергаменттегі оқиғаны оқыған кезде бір дауыл тұрып, тіптен Макондоның өзін жермен жексен жоқ қылып жібереді. Бір болмаған да сияқтап қалады. Сол жерде Хосе Аркадио да кетеді. Сонымен бұл роман бітеді. Негізінде енді бұндағы адамның түйетініміз түрлі ой шығаруға болады, бұл жерде түрлі ой шығаруға болады. Мен сіз жаңа айтып бергеннен кейін басқаша түсіндім. Мен енді түсіндім. Тағы бір ой келіп отыр да маған, мына адамның, айтады ғой кейде, адамның жамандығының бәрін сыртқа шығармайды, іште ұстайды деп. Кейбір адамдардың дейді, бұны енді мен хадистен оқыдым бекен, кейбір адамдардың, сондай бір кейбір зұлым адамдардың ішін сыртқа айналдыратын болса, сонда бір құбыжық көресің дейді. Енді мына роман жалпы адамзаттың қазіргі енді тырнақшаның ішінде өркениеттің деп алайықшы, сондай азғындығын бүкпесіз берген ғой, бүкпесіз сыртқа шығарған ғой. Былай айтқан кезде шындық былай сыртқа шығарған. Бірақ енді бұл романды роман притча деп айтады, немесе роман су деп, тағдырлар роман деп айтады негізінде. Романның былай көптеген аты бар. Магиялық роман деп, роман притча дейді, тағдырлар роман дейді. Бастан аяқ жалпы адамзаттың қазір қайда кетіп баратқанын айтқысы келеді ғой. Ескертіп былай айтқан кезде, ескерту ғой былай айтқан кезде, ескерту. Сонда ескерту роман деп айтады. Адамзат бір тоқтап, бір ойлануға итермелейтін. Мысалы, не кезінде, жаңағы вирус кезінде бүкіл адамзат ойлап қалды ғой, мысалға. Бір жылда биде өзіміз. Ал бұл кісі соны 60-шы жылдары ойланайық, жігіттер деп отыр, ойланайық адамзат деп отыр. Мен енді жаңағы сіз бүйтіп нелер жүргіздіңіз ғой, жаңа линиялармен алып келдіңіз ғой, мынау тақырып, мынау тақырып. Маған енді бұл кітап басқаша ашылды маған қазір. Бұған енді бір подкаст аздық қылады. Мүмкін бір тағы оқып, қайталап оқып, келесі жылдарыма бір бөлек подкаст арнасақ. Басқаша енді мен оқығанда бұны екінші, үшінші рет оқығанда, мен мысалы екінші рет оқыдым, сол кезде кішкене түсіне бастадым да романды. Ал бірінші рет оқыған кезде тек қана бір оқиғаны ғана алып шықтым. Сонда ешқандай астарында ұқпадым. Жаңағы мысалы тамақ жеп жарысатын бар ғой, піл әйелмен жаңағы. Ол да бір қазіргі бір ожирениенің бір несі бар ғой қазір. Артық салмақтың тамақ несін. Анау енді жаңағы сіз айтқан жаңағы қоразы соғыстыру, ол да бір ставканың бір көрінісі ғой қазіргі. Месседждер роман десек те болады. Тағдырлар роман деп атап жүр дедік қой. Месседждер роман десек болады. Дем алып келген, қалай сыйғызып жүрген бүкіл барлығын бір кітапқа. Сондықтан бүгінгі ойымызды, екеуміз бүгінгі әңгімемізді былай кіріспе деп қабылдайық. Алла жазса қайтып айналысуға. Біраз уақыттан кейін тағы бір оқып көруім керек. Тағы бір оқып көріп, тағы талқылайық. Өйткені кодировка ашыла береді бұл жерде. Бастан аяқ кодировка роман. Роман кодировка деуге де болады. Күшті. Ағай, рахмет көп. Мынаны бүйтіп әдеби жағынан ашу енді басқа екен. Мен бұны бір жаңағы зейін салып күшті оқыған кітабым болды, бірақ жаңағы нәрселер жіберіп қойыппын, сіз айтқан нәрселер. Мен оқыған желісін жақсы білем, аттарын жақсы білем, бірақ қандай месседж бар екен жіберіп қойыппын. Енді әлде де месседж көп ода, өте көп. Біз қазір сол месседждің бір 10%-ын алдық. Жаңағы бұның үздік классика, эксклюзив классика болатын себебі де осы ғой. Сол жағынан бұны мойындап тұр ғой. Досы да, дұшпанын да мойындап тұр Маркесті. Қандай еңбекқорлық десең де, Маркестің бір сөзі бар, өз айтады екен, жаңағы жазушының еңбегі қадірсіз деп та, біз бір кітапқа кеткен темекі шегеміз, бір кітаптың уақытында мысалы жаңағы
бір жыл жазса, сол бір жылда шеккен темекінің құнын да ақтамайды дейді да жазушының еңбегі. Сол кезде. Ал енді бірақ уақыт қалай айналдырып тұр қазір. Бұның енді игілігін әдеби агентстволар, әдеби компаниялар бұл кітаптың әлемнің енді 40-қа жуық тілінде тіптен 50 миллионнан асқан тиражбен тараған. Қазір енді бұмен айналысып жүрген баспалар, бұны құқығын алған баспалар игілігін көріп жатыр ғой. Бірақ өзінің адамзат тарихында өзінің Габриэль Гарсия Маркес Колумбияның Аракатака қаласында, кішкентай қалашығында дүниеге келген Габриэль Гарсия Маркес өзін адамзаттың мәдениетінде, тарихында, өнерінде алтын әріппен атын жазып кетті ең бастысы. Күшті. Мәссаған, рахмет. Ағай. Келесі кітабымыз біздің тізім бойынша өзің де хабардарсың. Мұхтар Мағауин атамыздың Сары Қазақ романы, ғажап роман. Сары Қазақ романы бұдан кейін тіптен ашыла түседі бізге. Өйткені тарихи негізі бар да. Құрметті оқырмандар, біздің осымен талдауымыз тамам. Енді келесі біздің талдайтын кітабымыз Сары Қазақ. Сіздер де оны қазірден оқып қойыңыздар. Оқымаған болсаңыз, сонда біз бірге талдап, бірге түсінетін боламыз. Онаға келгеніңізге рахмет көп. Осы 100 жылдыққа байланысты ойларыңызбен бөліссеңіздер, оқығандар міндет бөліссеңіздер. Комментарийге жазсаңыздар, кем дегенде 3 сайтыңызды өзіңіздің түсінген кітаппен қоса қазір бірінші сезонының несі шыққан, сериалда шыққан. Netflixте сериал шыққан. Netflixте бар. Екінші сезон әлі шықпапты. Мен біріншісін көрмедім, бірақ өзің көрдің бе, қалай? Көрдім. Енді күшті. Кітап оқудан оқып қойғасын көрдің бе әлде? Оқып қойғаннан көрдім. Басында кішкене образдар пайда болды. Жаңа Аурелияның түрі, бірақ кітапта да әдемі суреттейді екен негізі, бірақ елестете алмадым түрін. Кинода тура тапқан ана кісіні енді, тура тапқан. Негізі Маркес көп дүниеге рұқсат бермеген дейді. Әсіресе кино түсіруге рұқсат бермеген екен, себебі мынаны енді киноға сыйдыру қиын ғой. Бұл негізі мынаның өзі бір 100 кітаптың оқиғасын осыған сыйдырып отыр ғой 400-ге. Ал енді одан тағы да бұдан арғы сығымдауға мүмкін емес деген пайымда болған екен. Сосын қазіргі құқық иелері әулеті де қаншама кинокомпаниямен переговор жүргенде рұқсатын бермеген. Енді соңында бір шарттар болған, режиссер испандық болсын, тілі, жаңағы түсіру тілі, солай көптеген шарттар болған, соларды орындап бәріне келіскен ғой, бірақ мамандар айтып отыр, жақсы шыққан деп отыр сериал. Әдемі шыққан. Бірақ енді кейбір жерлер шынымен қалып кеткен, мысалы жаңағы әрине бұл жаңбыр оқиғасы қалып кеткен кинода ондай біраз. Жаңбыр оқиғасын біз де айтпадық қой. 4 жыл тоқтамай жаңбыр жауды. 4 жыл тағы бірнеше 11 ай 12 күн тоқтамай жаңбыр жауды дейді. Бұл да бір үлкен ойларға жетелейді адамдар. Мысалға бір адамға ескертулер, нығметтер, тазалықтар, барлық мүмкіндік жауып тұр тоқтамай. Бірақ бәрібір адам тазаланғысы келмейді, адам табиғаты. Бәрібір құмарлыққа, бәрібір неге? Былай айтқан кезде мына жерде ор бар, ор соған түссең өлесің деп тұр, бірақ мен соған түскім келеді. Адамзат түскім келеді. Сонда мен жауыннан сондай бір мән іздедім, бірақ әлі жауыннан көп нәрсе іздеу керек сияқты. Ол неге 4 жыл тоқтамай жауды, бірақ мақсатына жете алмады. Өйткені адамзат қарсыласып тұр, жеткізгісі келмейді. Баяғыдай алма жегісі келеді. Тамам. Рахмет көп. Құрметті оқырмандар, сіздерге тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздердің комментарийлеріңізді күтеміз. Құдай қаласа біз келесі кітабымызды талдағанша қош сау болыңыздар. Керемет.